Кайрылы кеш, құрметті курс тыңдаушылары, бүгін сабағымызды өткізуге кірістік. Көріп отырғандарыңыздай, біз бүгін көбінесе осы білім беру роботымен жұмыс жасайтын боламыз. Бұл базовый робот, Lego EV3 Mindstorms'тың education бағыты бойынша, яғни образовательный білім беру бағыты бойынша educator деп аталатын робот моделімен жұмыс жасайтын боламыз. Бұл робот моделінің артықшылығы бұл стандартный робот, яғни барлық бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарында орнатылған инструкциясы, және де барлық датчиктармен, осы барлық моторлармен осы роботтың арқасында танысуға болады. Роботта қандай моторлар бар десек, алдыңғы тақырыпты қайталап өтейік. Бізде үлкен мотор бар және орташа сервомотор бар. Енді біз алдыңғы сабақта рулевое управление және независимое управление деген блоктармен танысқан болатынбыз. Бұл блоктар іс-қимыл блоктарының ішінде, яғни жасыл палитралы блоктардың ішінде орналасқан. Енді бұл блоктың 5 режимі бар, бірнеше типтері бар. Яғни рулевое управление мен независимое управлениенің айырмашылығын мен түсіндіріп кеткен болатын. Не себепті бұл екі блок бөлек қолданылады. Независимое управление моторами, яғни моторларды тәуелсіз басқару, яғни екі моторға біз әрқайсысына тәуелсіз жылдамдық бере аламыз. Яғни бұл жерде траекторияны, жүру траекториясын біз секундпен көрсеттік, екіншісінде біз оборот санымен, яғни айналым санымен көрсеттік. Бұл жерде қызылмен белгіленіп тұрған ол моторлардың қуаты, яғни -100-ден 100-ге дейін болады деп айттық. -100 кері бағытта 0-ге дейін, 0-ден бастап 100-ге дейін бұл 10 бағытта айналады, яғни алға қарай жүру деген сөз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай Б және С. Бұл жерде Б 50, екінші суреттегі 50 ол С моторына тиесілі. Енді независимый управление моторлар тәуелсіз басқаруда біз екі моторға да максималды қуат беру арқылы, яғни 100% жылдамдықпен жүреді екі мотор, яғни екеуіне де положительный дейді. 10 мәнді цифр жазған кезде, онда ол бізде робот алдыға жүреді. Екеуі де бірдей болу керек ол алдыға жүру үшін, яғни біреуіне төмен мән беретін болсақ, немесе қарама-қарсы мән беретін болсақ, онда робот бір орында айналады, немесе бұрылу сияқты іс-қимыл жасайды. Бұл жерде робот программаны іске қосқан кезде алдыға максималды жылдамдықпен бір айналым жасайды. Робот артқа максималды жылдамдықпен бір айналым жасайды. Яғни дөңгелектің бір айналымы, мотордың бір айналымы. Робот оң жақ моторы алға жүрсе, ол солға бұрылады. Яғни робот солға бұрылу үшін біз бұл жерде -100 және 100 деп жазсақ та болады, немесе 0 және 100 екеуі екі түрлі бұрылыс, яғни біріншісінде ол бір дөңгелектің нүкте қылып алады да, сол дөңгелекті айналады. Екіншісінде танковый разворот дейміз, немесе танковый поворот, қарама-қарсы мәнде болады -100, ол бір орында айналу дейміз. Бір моторға төмен мән беріп, яғни 0-ге жеткізбей, 100 және 50-ді жазсақ, онда ол бізде бұрылыс болып саналады, яғни жарайды, Америка сабағын басталыпты екен. Қайырлы күн, қалыңыз қалай? Біз сабақты бастадық, записьті қосып қойған. Қалдарыңыз қалай? Жақсы.
алдыңғы независимый және рулевой управление бойынша қайталау жасап жатырмыз. Содан кейін жаңа сабақты бастайтын боламыз. 75 және минус 100 десек, бізде ол оңға бұрылады. Яғни сол жақ мотор алдыға жүрген кезде, оң жақ мотор артқа жүрген кезде, немесе 0 болған кезде робот оңға бұрылады, оң жаққа қарай бұрылады. Сонымен қатар бір дөңгелекті нүкте қылып алып, сол дөңгелекті айналу арқылы бұрылыс жасай алады. Яғни бірінші тапсырманы орындап көрейік. Осы біздің сабағымызды нақтылап миымызға сақтап алу үшін. Яғни бірінші блокты қарасақ, бірінші жасыл блок. Бұл жерде робот орташа жылдамдықпен, яғни 50-50, бұл бізде орташа жылдамдық. Бір айналым жасайды. Бір айналым дегеніміз ол 360 градусқа теңі. Бірақ сіздер мына жерде типіне қараймыз. Программаның типінде ең соңғы блок, яғни play және қызыл мынандай вертикал сызық тұр. Яғни бұл резкое торможение деген білдіреді, яғни моторлар тоқтап қалады. Ал екіншісінде біз X деген мәнді көріп тұрмыз. Мына жерде галочка, мына жерде X. Бұл плавное торможение деген білдіреді, яғни робот тоқтағаннан кейін моторлар нөлге түспейді, яғни моторлар босайды. Моторлар босаған кезде ол инерциямен алдыға қарай тағы да роботтың салмағына байланысты және алған жылдамдығына байланысты инерция арқылы ол тағы да бірнеше сантиметр немесе миллиметрге жылжуы мүмкін алдыға. Содан кейін минус 50 дегеніміз ол артқа 1 секунд жүреді, яғни артқа 1 секунд, 360 градус және бір айналым деген үшеуі бір мән. Содан кейін бізде 4-ші блок, жасыл блок. Бұл жерде моторларды тоқтату. Моторларды резкое торможениемен мүлдем тоқтату екеуі ұқсас болғанымен, біз моторларды тоқтатқан кезде, соңғы блокты қолданған кезде моторлар нөлге түсіп қатып қалады. Мынандай формула бар бізде. Дөңгелектің ұзындығы деген формула L, яғни ол пи 3,14 көбейтілген дөңгелектің диаметрі. Яғни біздің дөңгелегіміздің диаметрі стандартты лего колесоның лего дөңгелегінің, яғни орташа дөңгелектің диаметрі 56 мм. Оны біз 5,6 деп қысқартсақ болады, сол кезде 17,58 сантиметр шығады бізде. Математикалық блокты қолдану арқылы. Біз мынаны алып тастайық пока. Давайте переменный деген не, сонымен танысайық бірінші. Айнымалы дегеніміз, біз мына жерде мәндерді өзгерте аламыз. Яғни айнымалы бізге не үшін керек? Себебі мынандай блоктарды біз считывание числовое значение десек, мынау бізде диаметр 5,6 дедік. 5,6 саны көп қолданатын болса программада, осылай бірнеше мән алатын болсақ, оны әр жерде өзгертпей, тек бір жерде ғана өзгерту арқылы біз өзіміздің жұмысымызды жеңілдетеміз. Яғни переменная бізге жұмысты жеңілдету үшін керек. Переменныймен қоса, бізде айнымалымен қоса константалар бар, тұрақты мәндер 3,14 деген сияқты. Давайте константаны да құрып қояйық. 3,14 деп. Мән 3,14. Оны диаметрға көбейтеміз. Яғни айнымалы қажет жоқ. Енді бізге заданный мәнді табу керек. Яғни біз осы мәнді керек мәнге бөлеміз. Яғни керек мәнді
жазу үшін біз мои блокиді қолдансақ болады. Мои блокиді қалай қолдану керек екен? Қазір бізде неше секунд қалды? 6 минут қалыпты. Онда көрсетуге болады, қалай қолдану керек екен. Так, давайте онда сразу же біз рулевое управление арқылы жасасақ болады, немесе независимо арқылы жасасақ болады. Аха. Так, жылдамдық 50-де қала берсін. Жылдамдыққа біз тағы да мән бере аламыз. Так, енді бізге заданный числоны бөлу керек болады. Так, давайте ол үшін біз конструктор мой блок жасайық. Яғни конструктор мой блок жасау үшін мына жерде голубая палитра, көгілдір палитрасы, блоктардың өзімізге керекті блоктарды белгілеп аламыз. Содан кейін инструменты конструктор мой блокқа кіреміз. Қазір бізге мынау айнымалыны осы жерге қойсақ та болады негізі диаметрді. Немесе осы жерде қалдырсақ болады. В принципе, қала берсін, еш нәрсе етпейді. Біз дистанция деген блок жасайық. Дистанцияның иконкасын мынаны таңдайық. Және оған біз бірнеше параметр қосамыз. Бірінші параметр ол роботтың жылдамдығы болсын. Біз жылдамдықты өзгертіп отырып, жарыстарда біз программаны не үшін жасамыз? Біз жарысқа қатысу үшін жазамыз, немесе эксперимент жасау үшін. Жарыстарда жылдам жүретін роботтар бар, немесе дәл жүретін роботтар бар. Жылдамдықты азайтып. Так, жылдамдықты біз қуатпен жасайық. Ой, осы иконканы. Так, значение по умолчанию 50 болсын. Тип параметрі вывод десек, ол мәнді шығарады. Так, онда біз имя параметрі мощность, немесе скорость десек болады. Стиль параметрі осы қала берсін. Так, екінші бізге дистанцияны өзгерек, яғни сантиметр. Настройка параметров бұл расстояние. Значение по умолчанию пока 0 болып қала берсін. Себебі біз бұл расстоянияны кейін өзіміз жазатын боламыз. Завершить деген кнопканы басу арқылы біз дистанция деген блоктың ішіне кірдік. Ол қалай көрінеді бізде? Мына жерден бассақ, ол жақындайды деп айттық. Дистанция деген бізде осылай көрінеді. Кейін біз мына жерде роботтың жылдамдығын көрсетеміз, және робот қандай қашықтыққа жүретінін көрсетеміз. Яғни 10 сантиметр немесе 100 сантиметрге жүреді. Робот сол белгіленген қашықтыққа жүретін болады. Егер мына жерде -100 десек, онда ол -100 сантиметр артқа жүретін болады, немесе жылдамдықты -50 десек, онда робот артқа жүретін болады. Яғни бізде онымен ешқандай қиындық тумайды, роботты артқа немесе алдыға белгіленген қашықтыққа жүргізу үшін. Енді бізде мынандай серый блок пайда болды. Бұл серый блок біздің параметрларымыз. Яғни мынау жылдамдықты біз мына параметрге беру, мынау математикалық блокқа беру керек боламыз. Яғни белгіленген жылдамдықты біз бөлеміз мынау шыққан мәнге, және 17,58-ге. Және де осы шыққан мән бізде мынау оборот саны болады. Яғни формула бойынша пи көбейтілгенді, яғни пи дегеніміз 3,14, оны да диаметр колесая 5,6-ға көбейтеміз. Шыққан санды біз бөлеміз мынау заданный бізге берілген бір ара қашықтыққа бөлеміз. Яғни мынау байланыстыру үшін біз мощность аламыз да, мынау 50-ге береміз. Сонда торможение, и осыдан кейін біз резкое торможение, тағы да торможение берсек болады. Себебі роботтың конструкциясына байланысты, немесе тағы да басқа физикалық факторларға байланысты роботымыз тоқтамай қалуы мүмкін. Сол себепті біз осылай жасаймыз. Енді қараңыз. Программ дегенге кіреміз. Мынаны жауып тастасақ болады.
Бұл бізде мына жерде тұр. Конструктор мой блоковта тұр. Бұны біз сақтай аламыз. Оны сақтау үшін біз параметр режимге кіреміз. Свойства проекта. Свойства проектада мои блоки и экспортты басамыз. Дистанс деген. Ол EV3P форматында сақталатын болады. Осы блокты біз көшіріп басқа программаларда қолдансақ болады. Яғни, мынау дегеніміз бізде қазір 50 деген жылдамдықпен робот 100 сантиметр алға жүреді. Біз 60 сантиметрге алға жүргізейік. Содан кейін робот 0,5 бұрылу керек. Солға қарай, оңға қарай бұрылады. Оңға қарай бұрылу үшін біз -50 деп аламыз. 50-де -50, яғни сол жақ мотор алдыға, оң жақ мотор артқа қарай жүреді. Бір орында 90 градусқа бұрылады. Содан кейін біз моторларды тоқтатып, роботтың іс-әрекетін бақылайтын боламыз. Өте дұрыс бұрылды. Енді роботтың дөңгелектері примерно 35-40 пен 35-дің арасында тұр. Яғни біз ол мынау қара сызықта тоқтау үшін алдымыздағы 100 деген, ол қара сызық линия немесе қызыл. Қара сызық басталатын жерден тоқтау үшін, яғни 60 сантиметр алдыға жіберу керекпіз. Тоқтағаннан кейін ол 60 сантиметр алдыға жүрсін тағы да. Программаны қайтадан қосамыз. Қараға келіп тоқтады. Яғни біздің сантиметріміз дұрыс. Тағы да жіберіп көрейік. Қараға келіп тоқтады. Значит, біз өте дұрыс қолдандық формуланы. Енді біз қызыл блоктар жауып тастадық, көк блокты мына жерде ашылған жаңа параметр. Енді үстінен 2 рет басу арқылы біз жаңағы подпрограмманы ашатын боламыз қызыл блокта. Бұл жерде біз переменный қолдандық. Переменный дегеніміз айнымалы. Бірінші оны енгіздік, сосын енгізілген мәнді біз оқыдық. Оқыдықта мынаған бердік. Оны 3,14 деген константаға көбейттік. Мына жерде сары сызықтар арқылы біз көре аламыз. Осы бірінші сонда міне 5,6 деп бердік қой. 5,6, ол дөңгелектің несі ғой? Бұл дөңгелектің размер колеса. Диаметрі. Соны сосын екіншіге не істедік? Екіншіді нені білдіріп тұр? Екінші чемодан сияқты тұр. Который красный. Мынау переменныйға қайтадан келетін болсақ, бірінші біздің үйренген тақырыбымыз осы курста қызыл блоктардың ішінде бұл переменный және константа. Яғни переменный. Бұл жерде біз мәнді береміз, оны міндетті түрде атауы болу керек. Енді берілген мәнді біз осы күйінде мына блокқа бере алмаймыз. Бұл блокқа беру үшін, яғни былай сізге көріну үшін связь жасап қояйын, активный болды. Енді мына мәнге беру үшін, бір жерге беру үшін біз міндетті түрде оны оқу керекпіз. Бұның екі режимі бар переменныйдың. Біреуі запись, яғни мәндерді енгізу, екіншісі мәндерді оқу. Екіншісі мәндерді оқу. Считыванияға кіреміз, және числовое значение. Бұл жерде режимдардың өзінің ішінде тағы режим бар. Запись және считывание, яғни қандай мәндермен жұмыс жасайды. Бұл жерде текстовый, яғни мәтіндермен жұмыс жасайды. Числовое значение, біз көбінесе числовое значениемен жұмыс жасайтын боламыз. Егер проект тағы да басқа күрделі әрекеттер орындайтын болсаңыздар, онда мәтінді қолдануға болады. Яғни қызыл, жасыл, сары деп жазғызып, соны экран бетіне шығарсаңыздар болады, айнымалы арқылы.
сосын логические значения. Бұл Сонда жерде айнымалыға мән бергенде бірінші всегда считывание алу керек, да? жоқ, бірінші всегда запись таңдаймыз. Себебі Всегда запись запись па? запись Біз мәнді жазамыз ғой. мәнді жазу керекпіз, енгізу керекпіз. Аха. Запись ол енгізу. Екіншісі считывание, да? Считывание, да. Біз жазған мәнді ол оқу керек, оқиды да, бір жерге беру керек. Яғни біз қазір мынау мән бермей мынандай параметр салатын болсақ, онда оның мәні болмайды да, ол мән нөлге тең болады. Немесе мән жоқ болады да, ол программа оны түсінбейді не екен. Сондықтан біз бірінші ақпаратты оған енгізу керекпіз переменныйда. Осы. Енді бұл переменныйсыз біз қалай жаза аламыз? Яғни математика блогы арқылы тура осы программаны басқаша жазуға болады. Бұл жерде біз мәнді сразу мына жерге жазамыз. Яғни бізге мән, мынау переменныйдың мәні, бір жерде ғана қолданып тұр, бізге осы переменді енгізудің қажеті жоқ. Ол кезде біз мына жерге тура жаза саламыз. 5,6 көбейтілген 3,14 деп. Осылай да жазуға болады. Немесе біз бұны формула арқылы жазсақ болады. Формула арқылы жазуды көрсетейін. Ол үшін біз мына жерде переменныйлардың режиміне кіреміз. Переменныйлардың режимінде алу, бөлу, көбейту, абсолютная величина дейді, квадратный корень түбірді жазуға болады. Степень, квадраттарын жазуға болады. Дополнение деген бар. Дополнениені таңдаймыз. Мына жерге 3,14 немесе 5,6-ны таңдаймыз. Мына жерге 3,14. 3,14. Енді бізге формула мына жерге жазуға болады. Күрделі формула жазатын болсақ, яғни 4 мәнмен. Онда біз А көбейтілген Б дей саламыз мына жерге. Сосын минус С көбейтілген Д-ны алып тастаймыз. Осы формуланы біз мынау исходящий мән беретін боламыз. Моторға немесе тағы басқа блокқа беретін боламыз. Формула жазу түсінікті деп ойлаймын. Яғни біз мынау математика мәндеріне тек қана сандарды ғана жазып қоймай, сонымен қатар датчиктардың қабылдайтын мәндерін жазсақ болады. Яғни бізде датчиктар түсті пайыздық өлшемде қабылдауы мүмкін, измерение яркости отраженного цвета, яғни пайыздық өлшеммен қабылдайды да. Мынаның алдына қояйық. Яғни осы мәнді біз бірінші параметрге берсек болады, яғни А деген параметрге. Яғни бұл жерде формула датчиктан алынған мәнді 3,14-ге көбейтеді. Және оны бір жерге береді. Яғни біздің датчигіміз ақта тұрса, ол 100% көрсету мүмкін, немесе 75%, немесе 60% көрсету мүмкін. Кейде сосын біз анау қара линиямен жүргенде де осы математикалық циклды пайдаланамыз, именно осы формуланы. Осы расширенный режимде формуланы қолдансақ болады, немесе осыны қолдансақ болады. Бірақ бұл бізде қазір тек алдыға қарай нақты жүру, осы дистанция, арақашықтық. Сонымен қатар біз математикалық формуланы біле тұра, длина окружности біле тұра, және роботтың екі дөңгелегінің арасын білу керек. Бізге себебі робот бұрылыстарды орындаған кезде шеңбер бойымен 360 градуспен орындайды, немесе мынау бірінші дөңгелек, яғни сол жақ дөңгелекті біз 0 деп алатын болсақ, дөңгелектің центрі, оң жақ дөңгелекті біз дөңгелектің границасы деп алсақ болады. Яғни ол 0-ді айналады, немесе танковый разворот алатын болсақ, екі дөңгелектің ортасын, яғни радиусты біз тағы да 2-ге бөлеміз. Солай біз бұрылыс жасай аламыз. Ол формула бізде мына жерде көрсетілген. Яғни белгілі бір радиусқа жүру үшін, градусқа жүру үшін біз мынау екі дөңгелектің арасындағы мәнді білуіміз керек.
Бұл екі дөңгелектің арасындағы мән бізде базовый роботта, яғни робот эдюкейторда 15 сантиметр. Біз бір дөңгелектің дәл ортасын аламыз, екінші дөңгелектің дәл ортасын аламыз, сосын екі дөңгелектің арасын аламыз. Бұл бізде колея деп аталады, яғни екі дөңгелектің арасындағы мән. Яғни біз оны формулада R деп айтсақ болады. Жалпы белгілі бір градусқа бұрылу үшін біз бір дөңгелекке мән беру керек, сол дөңгелектің жасайтын, сол мотордың жасайтын жаңағы расстояниясын тауып алу керекпіз. Ол бізде P. Яғни P дегеніміз бізде тек бір ғана моторға береміз. Бұл формула, яғни мынау дөңгелек нөлде тұрады да, мына мотор, сол жақ мотор нөлде тұрады. Оң жақ моторға біз жылдамдық береміз. Және сол мотор неше айналым жасайды, соны табу үшін біз осы формуланы қолданамыз. Яғни осы формуланы қазір біз программаға салып көрейік, мои блоки арқылы. Яғни дистанция дегенді жаздық. Енді біз бұрылыс деген формуланы жазатын боламыз. Сол үшін біз давайте математикалық блокты алайық. Математикалық блокты белгілеп қойып, мен инструменты конструктор мой блокқа кірем. Конструктор мой блокта мен бір ғана параметрді алсам болады, яғни бұл жерде робот бұрылады, поворот. Бізде поворот немесе бұрылыс деп ала берейік, қазақша бұрылыс. Нақты бұрыламыз қазір біз белгілі бір градусқа. Мынау мотордың суретін алайын, энкодер. Бұл жерде сіздерге айтарым, кез келген картинканы алуға болады, бірақ өздеріңіз көздеріңізге ыңғайлы болу керек, білетіндей. Мына мотор осынша айналыс жасайтын. Біздің поворотқа мынау картинка немесе мынау картинка сай келеді. Яғни осыны алуға болады. Настройка параметров, заданный градус. Но бізде градус болады. По умолчанию давайте 90 градусқа бұрылсын. 90 градусты біз кейіннен айналдырып отырамыз. Немесе біз мынандай ползуноктарды ауыстыруға болады, -300, бірақ ол бізге қажет емес, біз нақты мән жазу керекпіз. Сондықтан біз осындай стильді таңдаймыз. Яғни тип данных біз жерде жаңағы айнымалылар сияқты санмен жұмыс істейді, логический мәндермен жұмыс істейді, текст, числовой массив және логический массивтермен жұмыс істейді. Иконкасын өзімізге оңай болу үшін таңдасақ болады. Яғни поворот бізде көбінесе мына 90 градуспен таңдалады. Поворот. Завершитті басамыз. Енді біз формулаға қайтып барайық. 2 көбейтілген пи көбейтілген r дейді. Яғни біз уже білеміз, 2 көбейтілген пи, яғни 3,4 көбейтілген 2. Давайте оны біз калькулятормен есептей салайық мына жерде. Немесе давайте былай бере салайық. 2 көбейтілген 3,4. Сіздер нақты программаны жаттап алу үшін. Бұны біз A деген мән деп жаздық. Енді көбейтеміз R бізде 15 сантиметр. Көбейтеміз R, ол бізде 15 сантиметр. Енді осыны біз бөлу керек, 360 бөлінген заданный расстояние. 360, ал мынау бізде заданный расстояние болады. Сонда бізде 2 көбейтілген P бізде A болса, біз оны тағы да көбейтеміз R-ға. Сосын бөлеміз мынау мәнге 360 бөлінген X-ке.
А көбейтілген Б бөлінген. Так, мынаны жақшаға алсақ болады. 360 С бөлінген Д. Осылай жазғанымыз біздің дұрыс болар. Так, формулаға қайтып барайық. Так, осы мәнді біз қазір 11,76 шықты сантиметр. Яғни 11,76-ны біз 17,58-ге бөлу керекпіз. Давайте соны формулаға жазайық. 17,58 қайдан шыққаны белгілі ғой. 17,58 дегеніміз мынау формуладан шықты. Пи көбейтілген Д, яғни дөңгелектің диаметрі көбейтілген 3,14. Яғни сіздерде мынау R деген ауысады, егер басқа дөңгелек болса, басқа робот моделі болса. Яғни ол екі дөңгелектің арасы. Сосын мән ауысады. Так, 17,58-ді 17,58-ге бөлеміз. Так, 11 бүтін бір нәрсені, 17,58-ге бөлеміз қазір. Сонда 17,58-ге бөлген кезде бізде қазір независимый управлениені таңдасақ болады. Біреуі бізде міндетті түрде 0-де болу керек. Сосын мына шыққан санды мына жерге береміз. Яғни бұл бұрылыс қайда бұрылады? 0,50 солға бұрылады. Бізде оңға бұрылу үшін біз так, мынау 0, мынау 50 болу керек. Так, сонында біз моторларды тоқтатсақ болады. Тағыда. Енді осы программа бізде жазылды. 90 градусқа бұрылу керек. Қазір мына 90 градусқа бұрылуды алып тастаймыз. И давайте ол так, оңға бұрылсын. Так, робот орнында. Программаны тексереміз. Бұл жерде робот тура 90 градусқа бұрылған жоқ. Так, 2 көбейтілген 3,14. Бізде негізі стандартный роботтың арақашықтығы 14 сантиметр болу керек. Сонда ол мынау презентацияда дұрыс жазбапты. Жоқ, біз бұрылысты. Так, тағы да айта кетерлік ақпарат. Егер сіз осы блокты, осы подпрограмманы блокқа жіберетін болсаңыздар, программа оны орындамайды. Міндетті түрде осы негізгі программаны жіберу керексіздер. Подпрограмма, мои блок подпрограммасын жіберсеңіздер, ол орындалмайды. Біз 14-ті жаздық, қазір 90 градусқа жоқ. Наоборот, көбейту керек екен. Значит, бізде қате мына жерде. Жерде бізде 16 болады. Қазір 17-ні көрейік. Мына жерде робот дұрыс бұрылмай тұр, себебі бұл жерде роботтың өлшемі сәл үлкен болуы мүмкін, біздің өлшемнен немесе кішірек болуы мүмкін. Егер мәні үлкен болса, яғни дөңгелектің арасындағы мән біз көріп отырмыз, ол үлкен екен. Значит, роботтың өлшемі стандартный модельден үлкенірек. 17 деген мәнді алайық, немесе 16,58.
5 алуға болады. Бұл жерде бүтін деген сандармен жұмыс жасаймыз. Бізге робот нақты алға жүру керек болады. Яғни мына жерден жібермейміз біз. Міндетті түрде мына жерден жібереміз. Нақты 90 градусқа бұрылды. Және де біз көрсеткен 60 сантиметрден сәл өзгеше жүрді. Себебі ол бұрылған кезде танковый разворот жасаған жоқ. Бір дөңгелекті центрге қою арқылы жүргендіктен біздің роботымыз сәл алдыға жүріп кетті. Онда біз мына жерде 60 демейміз, біз онда бұл жерде 50 дейміз. Нақты қара сызық бойымен тоқтау үшін. Осы жерге келіп тоқтады. Яғни біздің программамыз дұрыс деген сөз. Енді біз мына жерде -50 деп жазатын болсақ, -90 деп мына жерде -90 деп жазатын болсақ, онда ол қалай бұрылатынын көрейік. Бізде 60 сантиметр жүргеннен кейін ол солға қарай бұрылу керек. Солға қарай бұрылды, бірақ сәл өзгеше бұрылды. Так. Бұл жерде ол не себепті өзгеше бұрылғанын білу үшін роботты тек 90 градусқа ғана бұрылтып көреміз. -90. Бұл артқа бұрылыс жасады, яғни өте қате бұрылды. Evet, бір мәнді ғана берейік. Танк, бұның атын танктик, және осы бұрылыс болсын ода. Бір параметр, ол градус болады бізде. Тағы да 90 градусқа бұрылсын. Значки параметрі бізде жаңағы значок қалады. Завершить. Так, бізде мынау блок, яғни біз айттық, E-Body моторлары, бұлар өте дәл жүретін моторлар, енді оның ішінде датчик энкодері бар. Мынау сол энкодерді, яғни вращение моторды сброс жасайды. Бұлар датчики палитра блогында орналасқан, яғни мынау вращение моторов деген измерение бізде градус, оборот және текущая мощность. Біз сброс деген режимді қолданамыз. Яғни біз екі моторды да сброс жасасақ болады. Екі моторды сброс жасаған жөн. Не себепті? Себебі әр бұрылған сайын моторлар ошибкаларды өзінің бойына накапливать етеді, яғни қателерді жинайды. Ол 0,1, 0,2 деген мәнде болуы мүмкін қателер. Бұл қателерді біз жойып отыру үшін әр поворот жасаған сайын біз алып тастаймыз. Яғни біз 15 деген мәнді қолдандық, және немесе 16,5. Қазір нақты қайсы дұрыс екенін тексеру үшін біз 15 деген мәнді ғана қойдық. 360-та біз берілген градусты 360-ға бөлеміз. Біздің формуламыз тура жаңағыдай. Пи көбейтілген 2. Яғни сонымен қатар біз заданный радиус, жаңағы дөңгелектің арасындағы берілген арақашықтықты бұл жерде 2-ге бөлеміз. Не себепті десеңіздер, танковый разворотта біз екі дөңгелектің арасының радиусын аламыз. Яғни 2-ге бөлеміз оның жартысын. Содан кейін біз оны 17,58-ге
тағы бөлуіміз керек осы шыққан санды. Себебі біз мына жердегі айналым санын табуымыз керек. Яғни мотордың нақты дәл бұрылу үшін, робот нақты дәл бұрылу үшін біз жылдамдықты азайтуымыз қажет болады. Яғни 50-де -50 десек, бұл градустан асып кетуі мүмкін. Так, бұрылысты біз алып тастаймыз. 90 градус дегенді ғана қалдырамыз. Танк. Робот 90 градустан сәл асып тұр. Яғни, значит, бізде мән 16,5 немесе 16. Қазір оны тексеріп көреміз. Так, оны дұрыс тексеру үшін давайте біз роботты дәл центрге қойық. Дәл центрге қойып, үстінен қарайық. Роботтың үстінен. Так, екі дөңгелектің ортасына аламыз. Роботты дәл ортаға қоямыз. Робот дәл ортада тұр. 90 градусқа бұрылтамыз. Асып тұр. Енді 15-ті көрейік. Добро. Значит, 14-ті көреміз. Негізі 14 болу керек бізде екі дөңгелектің арасы. Дұрыс жібермедік. Өтіп кетіп жатыр. Давайте 12-ні көрейік. Мгм. 13 екен. Так. Мгм. 90 градусқа жақын ма? Бізде 13 немесе 12,8 деп алсақ та болады. Дәл тоқтату үшін. 90 градуста. Мгм. 90 градуста дәл бұрылды. Енді бұл программаның артықшылығы, жаңағы бұрылысқа қарағанда бір дөңгелектің бойымен бұрылғаннан көрі, бұл жерде біз -90 деп жазсақ, кері бағытта бұрылады робот. Артқа қарай жүрмейді, робот кері бағытта бұрылып, қайтып орнына түсе қалды. Яғни, біз роботты 180 градусқа бұрылдырайық. -180 градус, разница жоқ қай бағытта, бұл артқа бұрылу керек. Сәл қате шықты мына жерде, бірақ өздеріңіздің роботтарыңыз физикалық өмірде ол дұрыс бұрылуы қажет. Егер 90 градусқа дұрыс бұрылып тұрса, онда 180 градусқа да дұрыс бұрылуы керек. Программаны мүлдем идеально жасау үшін 12,7-ні алайық. 12,7 деген мән. Дұрыс болмады. Значит,
12,9 деген мән болады бұл жерде. Осы мәнді бір рет қана қою арқылы сіздер бүкіл программаны дұрыс жасай аласыздар. Так, все-таки 13 болады екен. Жақсы, үйге тапсырма. Осы жүріс бойынша, роботтың жүрісі бойынша программа жазу, яғни робот алға қарай жүреді, бір оборот, содан кейін 90 градус солға бұрылады, және алдыға жүреді тағы да бір оборот. Егер сіздерде робот болса және бос уақыттарыңыз болса, дайын роботпен лабиринт полигонында жүріп көрсеңіздер болады. Лабиринт полигонында ол 12 сантиметр алға жүру керек, және де немесе 12-15 сантиметр алға жүріп бұрылу керек. Осы мои блоки арқылы жасаған программаларыңызды тексерсеңіздер болады. Келесі бізде датчик касания, яғни датчик касания біздің брик программда осылай көрсетілген. Оның 3 қасиеті бар, яғни біреуі ол жай басылды, екіншісі жіберілді, басып жіберілді, және щелчок, иә. Осы 3 жағдайда оны бағдарламалауға болады. Бұған тоқталмай қояйық. Датчик цвета бізде 7 түсті ажырата алады, және 8-шісі бұл ешқандай түс көрмесе. Оның 8 режим бар, және де 8 типі, жаңағы түстерді қолданатын. Сонымен қатар яркость отраженного цвета, яғни шағылысу, жарықтың өзіне жіберіп, қанша пайызы қайтып келді, соны көреді. Бұл ультразвукта кішкене ультразвук сияқты жұмыс істейді бұл режимде. Және үшіншісі яркость внешнего освещения, яғни сырттан келген жарықты ол көре алады. Яғни ол датчик бізде алдыға қарап тұру керек. Екінші режимде датчик жерге қарап тұру керек, түс датчигі сияқты жұмыс істейді. Біз жарыстарда көбінесе осы жылдам жүретін роботтарды жасайтын кезде яркость отраженного светаны қолданамыз. Так, программаны өшіру. Так, тапсырма, сабақта сіздер шын роботта белгілі бір түске келіп тоқтататын қылып жасасаңыздар болады. Ол үшін түрлі түсті изолентаны қолдануға болады, немесе түрлі түсті қағаздарды қолдануға болады. Екінші қызыл блокта, немесе екінші сары линияда тоқтататын программаны жасасаңыздар болады. Оқушылармен жұмыс жасаған кезде осы тапсырманы қолдансаңыздар болады. Ультразвук бізде 255 сантиметрден 3-4 сантиметрге дейін көретін датчик. Бұл цифрлы датчик, яғни белгілі бір объектке дейін арақашықтықты анықтайды. Яғни ол объект физикалық болу керек, яғни перде тағы да сияқты объектілерді ол кейбір кездерде көрмей қалуы мүмкін. Егер шағылыспаса, жіберілген ультрадыбыс роботқа қайтып келмесе. Оның 3 режимі бар: измерение, сравнение, ожидание. Біз көбінесе измерение деген оның режимімен жұмыс жасаймыз жарыстарда. Переключатель арқылы жұмыс жасауға болады бұл датчикпен. Тағы да басқа датчиктармен переключатель арқылы жасасақ болады. Гироскоп датчигі бізде ол нақты бұрылыс жасау үшін қажет болады, яғни энкодерға қарағанда гироскоп тиімдірек болады бізде. Себебі энкодер ол кейбір кезде батарейканың зарядына байланысты да болуы мүмкін. Яғни моторлар өте жай бұрылады, немесе моторлар зарядталған кезде дұрыс бұрылып тұруы мүмкін.
жай бұрылған кезде ол қате бұрылады, соответственно. Оранжевый палитроблок бізде күту, цикл, переключение и прерывание цикла. Бұлармен жұмыс жасайтын боламыз алдағы сабақта. Сонымен қатар математикалық блоктар. Біз тұрақтымен жаңа жұмыс жасадық, переменныймен жұмыс жасадық, тек бір режимде ғана, иә. Санмен. Келесі сабақта біз мәтінмен жұмыс жасайтын боламыз, және логикалық операциялармен. Округление дегенді біз жаңағы алға қарай жүру, жаңағы тағы да басқа сияқты есептер шығарған кезде қолдансақ болады. Яғни 2 санға немесе 3 санға жылжытуға болады. 2 мәнді, яғни логикалық мән болса, оны, иә, яғни сравнение дегеніміз бізде 2 датчиктің мәнін теңестіруге болады, оны екеуін салыстыруға болады. Диапазон, яғни 0-ден 20-ға дейінгі, 20-дан 40-қа дейінгі аралықты қолдансақ болады. Текст ол мәтінмен әлі жұмыс жасаймыз. Случайный выбор. Бұл жерде рандомный сандар, яғни біз оның мәндерін көрсетеміз, мән аралықтарына 20-дан 100-ге дейін. Сол 20-дан 100-ге дейінгі аралықтағы бір санды ол таңдап беретін болады. Әр программа қосылған сайын ол басқа түрлі өзгеше сандар беріп отырады бізге. Яғни генератор случайных чисел, сондай сияқты программаларда біз осы случайный выборды қолдансақ болады. Бүгінге сабақ аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, чатта қойсаңыздар болады.